Менің туып өскен үйім, туған жерім Ақбұлақ ауылы, Түркістан облысы. Осы үйде менің ең қымбат, ең ыстық балалық шағым осы үйде өтті. Осы көше бойында жүгіріп асыр салып ойнайтынбыз. Ауылдың батуты, бау-бақшамыз. Күн жылығанда жер аударып, жемістер егетінбіз. Жаз бойы оны суғарып, күзде теріп, банка жауып, қыс бойы соны жейтінбіз. Менің анам, інім. Осы колонкадан мен су ішіп өскенмін. Жайқалып тұрған көк теңбек бау-бақша, жаңғақ. Қызыл болып, тәтті болып пісіп тұрған алмалар. Осы бауда жазда бір-бірімізге су шашып ойнайтынбыз. Ауылдың тезегі. Бұл кезде малын қиынан суға жібітіп өзіміз қолдан тезек жасайтынбыз. Балалық шағымнан қалған осы бір алма ағашы. Марқұм атамның машинасы, жаңғақ ағашы. Бала-шағаны асыр салып ойнап жүр ауылда. Сиырлар қададан қайтып келеді. Ауылда егін науқаны басталды. Әр үй сабан түсіріп жатыр. Інімнің жолдастары сабан тасуда.